Баршаңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім. Сіздермен бүгін осындай керемет екі түрлі бисквиттен тұратын тортты әзірлейтін боламыз. Мынау менің тапсырысқа жасаған тортым. Әсіресе жаңадан кондитерлікке келген қыздар үшін лайфхак айтатын боламын. Бұл торттың ең ерекшелігі астыңғы бисквитінде. Бұл бірінші біз бастайтынымыз, яғни жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызынан бөліп аламыз. Мына жерде менде 5 жұмыртқа, егер ірі болса 5 аласыздар, сәл майдалау болса 6 жұмыртқа аласыздар. Мынау енді бізде кардамон деген зат. Осы торттың ең негізгі фишкасы, осы торттың керемет дәмін беруші осы зат. Бұл кондитерлік дүкенде не болмаса специи, приправа сататын жерлерде сатыларды. Кардамон деп сұрасаңыздар болады. Мен бұны описанияға жазып кетемін сіздерге, атын ұмыт қалмас үшін. Осы ұнтақ тәріздес осындай сәл қоңырқай түс беретін кардамон. Енді бұл торттың ең негізгі фишкасы, керемет дәм береді осы. Ал енді сары уызды өстіп бөліп аламыз. Мына жерде ақ уызымыз. Енді 200 грамм қант аламыз. 1 ас қасық тола разрыхлитель, яғни қопсытқыш. Сұйық майымыз 90 грамм. Және де мына жерде 50 грамм бізде крахмал, жүгері крахмалы. Мынау карамель. Бұл карамельді мен өзім дайындаған етімін. Келесі сабақта сіздерде осы карамельді қалай дайындау керектігін мен көрсететін боламын. Мына жерде тұз, шымшым тұз. Осы карамель мен кардамонның дәмі өте үйлеседі. Мына жерде кәдімгі мұздай су 50 грамм, бұл краннан ала берсеңіз де болады. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Енді мына жерде біздің ұнымыз. Ұнымыз шамамен бізде 200 граммдай. Ұнның тығыздығына байланысты кейде плюс-минус деп аламыз, яғни кейде 50 грамм сәл қосып та алсақ та болады. Мына жерде біз кішкене тұзымызды ақ уызға салып аламыз дағыны. Осыны аппақ көбік болып көпіргенше араластыратын боламыз. Мына қараңыздар, көпіршіп келе жатыр. Қантты шетінен өстіп салып отыратын боламыз. Осылай жаймен салып отырасыздар қантты. Қараңыздар, мына осындай аппақ болып өстіп стойкий пена дейміз ғой, орысша айтқанда осындай стойкий пена болғанша өстіп көпіршітіп аласыздар. Енді келесі кезекте біз сары уызымызды осылай шетіне қалған қантымызды сала отырып, оны да араластыратын боламыз. Енді біз сары уызымызға қалған ингредиенттің барлығын шетімен кезекпен қосатын боламыз. Барлығын бірден салып жібермейміз, осылай араластыра тұрып, жаймен қосып шығамыз шетінен. Кезекпен қоса бересіздер. Енді сұйық майымызды саламыз. Маңызды емес, бөлме температурасындағы ма, мұздай ма, ешқандай маңызды емес. Сұйық майды құя бересіздер. Суымызды құямыз. Араластыра тұрамыз өстіп. Барлығын бір тегіс болғанша араластыра береміз. Енді келесі кезекте карамелімізді саламыз. Карамельдің орнына вареный сгущенка алсаңыздар да болады, бірақ ол өте сапасы жоғары. Жақсы вареный сгущенка болу керек. Бірақ негізінде карамельмен бұл торттың дәмі ерекше болып шығады. Мына жерде біз құрғақ заттарымызды бір бөлек араластырып алатын боламыз. Яғни ұнымызды, қопсытқышымызды және де жүгері крахмалын. Картошканың крахмалы, яғни жарамайды, болмайды. Негізінде бисквитке көбінде кукуруз жайы, яғни жүгері крахмалын араластырсаңыздар дұрыс болады. Ол тортқа кішкене бисквитке үлпілдек структура дейміз ғой, сондай қалып береді. Енді қараңыздар, мына жерде кардамонды мен шамамен 2 қасық толтырып салдым. 3 қасық сала берсеңіздер де болады, ешқандай айырмашылығы жоқ. Бұл дәмін бұзып жібермейді, керісінше одан сайын әдемі қылады торттың дәмін. Енді
құрғақ заттарымызды шетінен үстіп сала отырып жаймен араластырып алатын боламыз. Бірден салып жібермейсіздер. Қараңыздар, міне бізде осындай түсі әдемі, осындай қоймалжың қамыр пайда болды. Енді осыны біз жайлап ақуызымызбен араластыра отырып, осылай астынан алып үстіге қарай араластыра отырып, бір тегістеп жайлап араластырып, толығымен шетінен сала отырып, ақуызымызды үстіп толықтай қамырымызды жасап аламыз. Жаймен араластырасыздар осылай. Менде мына жерде диаметрі 24-тік, яғни торттың осындай темірі бар. Домалақ темірі, осыған пісіретін боламын. Негізінде кішілеу қылып пісірем десеңіздер, 18-дік диаметрден екеуіне бөліп пісірсеңіздер де болады. Егер пештеріңіз сәл үлкендеу болса, 18-ден екеуіне бірден бөліп салуларыңыз керексіздер. Өйткені бисквит тұрып қалғанда ұнатпайды, ол басылып қалады. Мына дайын бисквитіміз шықты пешімізден. Қараңыздар, өте биік, әдемі болып шығады. Дайын болды. Енді бұны бөлеміз. Мен бұны осылай екіге бөлемін, ортасынан 2, және де 3 бөлікке шығарамын. Қараңыздар, ішін көрсетейін қазірде. Міне осындай қоңырқай, осындай түсі әдемі бисквит шығады. Исінің өзі керемет, мына кардамонның иісі деген. Енді біз осыған сироп жасайтын боламыз. Мына жерде менде қайнаған ыстық су, ыстық тұрған қайнаған суға кофе қосамыз. Кез келген кофе ала берсеңіздер болады. Негізінде 3 в 1-нан қарағанда маған осындай қоңыр қою кофе ұнайды. Қант қосасыздар. Негізінде 4 қасық деп жазылған, бірақ негізінде рецепт бойынша, ал мен 2 қасық, 2,5 қасық қостым. Себебі тым тәтті болып кетсе де болмайды. Бұлай дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, торттарыңыз өте керемет, өте дәмді болып шығады. Осылай пропитка жасаймыз, яғни. Келесі кезекте бізде кремі, ортасындағы кремі ерекше бізде. 2 ағзат. Мына жерде менде 250 грамм карамель. Бұны да мен өзім дайындап алған едім. Мына жерде бізде сливкиіміз. Сливкиіміз бізде 500 грамм. Сливкиді жай жылдамдықтан бастап қоса отырып, қатты жылдамдыққа дейін осылай араластырып аласыздар. Сәл қоюлана бастаған кезде карамельді қосасыздар. Осындай бізде мына керемет осындай крем шығады. Үстіп енді тортымызды, кремімізді ортасына құйып байланыстыра береміз. Бұл кремнің де дәмі өте керемет, ерекше крем болып шығады. Бұл кремді басқа да тортқа қолдансаңыздар болады, карамельный крем. Әсіресе оқтаусыз жайылатын медовиктерге, медовый торттарға, балды торттар дейміз. Және де басқа да бисквиттерге де қолдануға болады. Өте ерекше дәмді крем. Енді біз екінші тортымызды жасаймыз. Бұл жерде біз молочная девочка. Бұл енді барлықтарыңыз білетін шығарсыздар бұл тортты. 3 жұмыртқа, 100 грамм сары майымызды, және де 1 банка осындай 380 граммдық сгущенкамызды аламыз. Мен көбінде өте сапалы, өте сапасы жоғары осындай сгущенканы пайдаланамын. 3 желания деген сгущенка. Бұл өте пайдалы, өте сапалы. Себебі біздің бисквитімізді жақсы көтереді. Ұнымызды шетінен салып, осылай араластыратын боламыз. Мен рецепттің барлығын описание бөліміне қалдырып кететін боламын.
осылай араластыра бересіздер. Осындай кілегей сияқты бізде әдемі қою не шығады, яғни қамыр шығады. Міне қараңыздар, мына жерде менде заварной крем. Бұл заварной кремді мен бөлек видеоға түсірдім. Келесі сабақта сіздерге осы карамельный крем мен заварной кремді, яғни мына пломбирный крем жасайық деп жатырмыз біз. Осыны екеуін қалай жасайтындығы туралы сіздермен бөлісетін боламын. Заварной кремді қалай қайнатамыз, яғни карамельді қалай қайнатамыз. Заварной кремді сливкемізді осылай араластыра тұрып, шетінен салып отыратын боламыз. Шетінен араластыра бересіздер. Бұл бізде пломбирный крем деп аталынады. Яғни мороженое секілді, балмұздақ секілді крем сәл сұйықтау болғанымен өте дәмді, тортқа өте сіңімді. Бұны да Наполеон тортына, балды тортқа, яғни медовый торттарға да пайдалансаңыздар болады осы кремді. Мен молочный девочка тортымды осылай жинақтап алдым дағыны, осылай кремдеп шықтым. Енді бағанағы бисквитіміз бен қазіргі осы молочный девочка бисквитімізді екеуінде бір түнге холодильникке қалдырамыз. Біздің енді бүгінгі жасайтынымыз, бір күн тұрды бисквитіміз. Енді екі торттында кремін жасайтын боламыз. Мына жерде менде творожный сыр, қант ұнтағы және де сары май керек болады. Енді қараңыздар, мына жерде творожный сыр менде мына жұмсақ сыр негізінде. Осындай крем чиз деп аталынатын сыр. Менің дәл қазір бұл сырды негізінде торттың ішіне пайдалануға болады да, бұл кішкене жұмсақтау болып келеді. Ал егерде крем-креметті пайдаланатын болсаңыздар, творожный сыр, ол торттың сыртқы бөлігіне қаптауға өте ыңғайлы, өте жақсы крем. Ал негізінде мынау кремдер көбінде торттың ішкі бөлігіне арналады. Кішкене шамалы кремімізді осылай жұмсартып аламыз, яғни бұл сырымызды өстіп шамалы миксерлеп аламыз. Содан кейін сары майымыз бөлме температурасында 82%-ық жақсы сапалы сары май болу керек. Бұл маңызды. Және де қант ұнтағы, қарапайым қант ұнтағын аласыздар дағыны. Осылай үшеуін араластыратын боламыз. Бұның да құрамына қанша өлшемде қанша аласыздар, бұның барлығын жазып кететін боламын. Описаниені қараңыздар, ұмытпай. Біздің креміміз дайын болды. Сәл жұмсақтау болды, негізі сыртын қаптағанға торттың. Бірақ енді амал жоқ, осымен қаптауға тура кетті. Өйткені менің тапқан кремім осы болды. Ал енді мына жерде біз босатамыз. Бұл бір күн тұрды, менде екі бисквитімде холодильникте, яғни тоңазытқышта бір күн тұрды. Осылай кішкене черновой вариант дейміз бұны. Ішкі қабатын шамалы үстіп тегістеп тортымызды. Кішкене бір слой жаңағы бір қабат кремімізді үст жағып алатын боламыз. Шамалы тегістеп аламыз. Жан-жағының барлығын, төбесінің барлығын осылай тегістейсіздер. Енді мынау менде астыңғы бөлік. Қарасаңыздар, мына жерге мен 4 жеріне 4 шпажка қадап қойғанмын. Менде ең жуан шпажка осындай. Кондитерлік дүкендерде сатылады бұндай. Және де менде қараңыздар, мынау осылай қараңыздар шайқаған кезде менде тортым құламайды. Себебі осы негізде мынау торт жағына осылай шпажканы қадап қойғанның арқасында бұл, яғни торт өз формасын ұстап тұр. Мына қараңыздар, менде осындай ортасына қоятын ең негізгі ось дейді, ортаңғы бөлікке қоятын осындай трубочки бар, кондитерлік дүкеннен алған осындай ортаңғы осыға жалғаймыз осы трубочкиді. Бұл бізде тортымызды, яғни алып жүрген кезде, машинаға салған кезде құлап кетпейтін қаупі бар, яғни құламайды деген сөз. Біздің тортымыз шайқалса да өз формасын ұстап тұра береді. Мынау үстіңгі бөлік молочная девочка тортымыз. Мен мынау жазуларды алдын ала дайындап қойғам. Енді үстіне мастикадан дайындап қойған ойыншықтарым бар. Мына ортасын осылай қазір осы трубочкиді салып, ортасына жалғастыратын боламыз. Мынау молочная девочка тортымның астында негізінде жұқа подложкасы бар. Ол подложка бізге не үшін керек?
яғни ол подложканың ортасын мен шамалы ойық жасап алған едімін. Себебі біздің мынау трубамыз ортасына салған кезде ары қарай екінші торттың астыңғы бөлікке қарай өту үшін өстіп керек жеріне дейін кесіп аласыздар, астыңғы бөлікке өткізесіздер, үстін шамалы ғана өстіп кремдеп бүлдірмей жауып жібересіздер. Енді мынау менде мастикадан жасалынған осындай ойыншықтар. Бұны мен алдын ала өзім дайындап қойғанмын. Бұны енді жасау қиын емес. Барлықтарыңыз да білесіздер деп ойлаймын. Егер де керек десеңіздер, ролик бөлек түсіріңіздер десеңіздер, мен сіздерге арнайы осы мастикадан қалай ойыншықтар жасау керек екендігін түсіндіріп түсіретін боламын. Астыма комментарияға сұрақтарыңызды қоя кетіңіздер. Өтініштеріңізді жаза кетіңіздер. Міне, біздің тортымыз дайын болып қалды. Мынау менде сахарный бумага дейміз, осылай жапсырылған суреттер. Өстіп дайын қойып шығамыз барлық суреттерді. Нәтижесінде бізде осындай торт болып шықты. Осылай сәндеп шықтым мен. Мынау жерде мынау подложка, қараңыздар, подложкаға мен осындай двухсторонний скотч жабыстырып шықтым. Ол яғни тортымыздың жылжымай аман-есен жетуіне деген, яғни біздің былайша айтқанда страховкамыз. Мен негізінде шамалы жұқа подложка, қаттылау жұқа подложка алдым. Бұндай тортқа өте биіктеу 5 сантиметр клаж болса, сондай подложка алғандарыңыз дұрыс. Тортымыз дайын. Менің келесі сабақтарымда сіздермен осындай тағы да рецептермен бөлісетін боламын. Менің каналыма жазылып қойыңыздар. Инстаграм парақшамда бар. Гүлімханнан дәм тат деп жазсаңыздар шығады. Қазір мен логотипімді ең соңында қойып кетемін. Қош сау болыңыздар.